Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен мен KZ Shop каналы, және де бүгін біз сіздермен Қытайдан келген посылканы ашатын боламыз. Ол посылка бізде VR-Box 2, яғни виртуальный очки. Бұл көзілдірікке келетін болсақ, бұның бағасы бізде 3,5 теңгедей болып қалды, 3,500 сондай. Ал енді біз осы VR-Box-қа келетін болсақ, бұл екіншісі. Бұл бізде түрі осылай болып келеді, міне шетінен, алдынан мынандай басқа келетін нелері бар. Пружина деп қоймай, резинкалары бар, мынандай шетінен мына жақтардан наушник тықсаңыз болады, зарядкаға қойып қойсаңыз болады, ал алдынан былай ашылады. Бұл не үшін ашылады десеңіз, сотканы сіз былай салған кезде, сотка былайына салынады, артқы камера яқтан шығып тұрады. Енді сол камераны қосып, соткаға салып, көзімізге киіп, былай көруге, жан-жақты көруге болады. Бірақ ол кезде экран екіге бөліну керек, себебі бізде мына жақта екі көзге арналған екі ұлпа орналасқан. Болсақ, бұның шеттері, шет жақтары кожа деп өтпей қойын, бұл кожа емес, бір соған ұқсас бір материал терлетпейді, біраз уақытқа көруге болады. Мынандай точкалары бар, тесіктері бар, содан ауа өтіп тұрады, және де үстінде өзінің регулировка дейма, сол секілді мынандай бар. Бұл бізде лупаны алдыға, артқа, егер көзіңіз сіздің плюс немесе минус болған жағдайда, егер минус болса, сіз мынаны артқа алып жылжытасыз, сол кезде сіздің көзіңізге ыңғайластырып қойып береді. Көзіңіз нормально көретін болса, егер өзіңіздің көзіңізді былай тауып аласыз, көрулігін, сосын лупаларды алдыға, былай шет жаққа, осылай жылжытуға арналған, қолайлы, өте жақсы. Сапасына келетін болсақ, бұның сапасы бізде айтарлықтай жақсы деуге болады. Бірақ былай көрген кезде айтарлықтай былай кіріп кете алмайсың. Бізде ол видеоны көретін болсақ, біз ананы ашамыз, сол кезде бізде мындай сотка қыстыратын несі бар. Моноподтарда болады, сол секілді осында да бар. И сотканы біз былай қыстырамыз. И осында біз видеоны былай қойып көре беруімізге болады. Және де бір кем жері, несі жаман жері десек болады. Бұл бізде андай нелер шуруптар. Бұл шуруптар не үшін жаман десеңіз, сотканы салған кезде артын андай қырып тастайды. Жаман. Бұдан осындай. Ал енді оның ішінде не келді десеңіз, оның ішінде бұл андай пакетикта келді. Бұл пакетикта парақта қалай көретіні жазылған. Оң көзге сол көз оқысаңыз болады. Бірақ бұның оқуында қажет жоқ, өзіңіз жақсы түсіне аласыз. Ал мынандай тряпкасы бар, сүртетін, ұлпасын сүртіп, өзіңізге жақсы болу үшін ғой. Ал енді бұл VR-Box-қа біз тәжірибе жасап көреміз. Бізде қанша минут болды? 5 минут болып қапты. Тәжірибе жасап көрейік. Бұл VR-Box-ты көру үшін қазір бізде YouTube-тан видеолар көруге болады. Және де мынандай программалар бар. Сіз көрем десеңіз, қазір көрсетемін. YouTube-тан кез келген видеоны көру үшін мындай VR 3D YouTube деген программаны жазып аламыз. Ішіне кіреміз, мынаны басамыз, яқа кез келген нені жазамыз. Мысалы, Гакку деп жазайықшы. Гакку. Мынандай осылай тұру. Төреғали, Еркес Махан. Осылай телефонымыз, осы экраны екіге бұлай бөлінуі керек видео көрген кезде. И біз бұлай ішіне саламыз. Сол кезде ішінен көре аласыз. Просто мен қазір салайын десем, артын тағы да қырып тастайды. Міне. Осылай көруге болады. Сосын тағы да бір программа, ол мындай роллер, яғни американский горка. Бұнда біз жан-жаққа қарап, былайнан басымызды бұрып, үстіге төмен қарап көре аламыз. Қазір асылсын. Мойын ортып тұр. Негізі видео түсіру қиын дегенде қой. Сотканы қойдық бізге. Сотканы қоямыз, мен өзім орнына қойу керек, сол кезде жақсы түсіп. Мен соткам кішкене дәулеу да, соған дұрыс сыймайды. Ал енді менің реакциямды көрсетер ме? Кішкене алыстатай, түрім осындай. Міне, бұлай басымызға киеміз. Мен мына жақта мұрынға кедергі жасамау үшін осындай несі бар. Тесік дейма дейді, шұңқыр. Ал енді қазір қақтан оқып жүргізетін.
теріс отырып қой. Қысқасы осылай көруге болады. Бар айтарым осы, заказ берем десеңіздер, астында ссылкасын қалдырып кетемін. Соған басып заказ бере аласыздар. Алдарыңызда болған мен, кезек шоп каналын жүргізуші, жөн Мактеров ержан. Жақсы сау болыңыздар ағайын.